Қайырлы күн, құрметті Мінбердің оқырмандары. Біз бүгінгі тікелей эфирімізді бастаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз бұл жаңағы көп балалы аналардың мұңын мұңдап жүрген, жоғын жоқтап жүрген Тал Бесік қоғамдық ұйымының жетекшісі Ләззат Ахметова ханым, Қожахметова ханым, кешірім өтінемін. Ләззатты мен қазір қосамын. Техникалық қолайсыздықтар туындап жатқанына қазір Ләззат ханым қосылады. Сосын біз тікелей эфирімізді бастаймыз. Ләззат ханым, қалыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Жақсы, сәлеметсіз бе? Жақсы, өздеріңіз де қалайсыздар? Жақсы, рахмет. Енді эфирді бастауға дайынбыз ғой? Дайынмын, аға. Ләззат ханым, қош келдіңіз. Бұл Мінбер оқырмандары үшін Тал Бесік қоғамдық ұйымының жетекшісі, көп балалы аналардың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап жүрген Ләззат ханыммен тікелей эфирді бастап отырмыз. Ләззат ханым, біріншіден осы Тал Бесік қоғамдық ұйымы қандай ұйым, ол не істейді, қандай мәселелермен айналысасыздар? Тал Бесік ұйымын құру маған былтыр 2018 жылы, бұдан 1,5 жыл бұрын, Нұр-Сұлтан қаласында 5 қыз бала өртеніп кетті ғой. Сол кезде бұл қоғамда үлкен дүмпу болды, көп балалы аналар шырт ұйқыдан оянғандай болды. Әр өңірлерде, әр жерлерде көп балалы аналар бас қоса бастады. Сол кезде мен Астанадағы өзімнің ұстазым Мейрамхан Жапек ұсыныс жасады. Мен сол жылы өзім 4-ші баланы дүниеге әкеліп отырған кезім. Сол кезде мен көп балалар мәселелерін көтеріп жүрдім. Себебі мен 4-ші баланы дүниеге әкелген жылы 4 балалысы бар аналардан көп балалы деген статусты алып тастады. Яғни 2018 жылға дейін 4 баласы барлардың барлығы көп балалы деп саналады, жәрдемақы алады. 2018-ден кейін босанғандар көп балалы емес, тек 5 баладан бастап қана жәрдемақы тағайындайтын болды. Үкімет еңбек министрлігі. Сосын мен жаздым, ананың анадан, баладан баланың несі артық, несі кем? Бәрімізде дүниеге әкеп отырған баламыз бірдей ғой. Неге біреуіне жеңілдік бар, біреуіне жеңілдік жоқ деген тақырыпта Фейсбукта көп мәселе көтеріп жүрдім. Сосын маған ұсыныс жасағаннан кейін мен өзім Қарағандыда осындай топ аштым. Көп балалы аналардың мәселесін қолдайтын. Содан 1,5 жыл болды жұмыс істеп жүргенімізге. Қазір 2000 адамдай мүшем бар. Қарағанды облысының барлық аудандарында, қалаларында топтарым бар. Биыл мысалға оны ресми ұйым ретінде тіркедім. Себебі көптеген заңдардың мысалға өзгеруіне біз қолғабыс жасадық. Бақытты отбасы бағдарламасының 2% ипотека бар ғой, тұрмыс төмендерге берілетін. Сонда мысалға осы Қарағанды облысының біздің ұйымның қолдауының бастамасының арқасында соның алғашқы первоначальный взносты екінші нарықтағы үйлерге беруге біз өзіміз ықпал еттік. Үкіметке жаздық, Балаева ханымға кірдік. Сол сияқты жаңағы атаулы әлеуметтік көмекті алатын кезде бұрын 11 құжат тапсырады екен, қазір оның тек қана бір жеке куәлікпен барады. Соған байланысты мәселелер көтердік. Тұрғын үй қатынастары деген заңда жаңағы біздің көп балалы деген статусымыз Қазақстанда бірақ заңда ғана бар екен. Тұрғын үй қатынастары туралы заңда ғана бар. Басқа жарлылардың барлығынан өшіріліп алынып тасталған. Соның өзінде баласы 4 баласы 18-ден аспаса ғана көп балалы деген мәртебе беріледі екен. Яғни біздің көп балалы деген статусымыз уақытша статус Қазақстанның заңы бойынша. Бізге уақытша ғана беріледі. Яғни 4 баламыз 18-ге толғаннан кейін біз мәртебені, ол негізі мәңгілік берілу керек. Одан кейін біздің денсаулығымызды, уақытымызды, мысалға, ешкім қайтарып, еңбек өтілімізді бәрін қайтарып бермейді ғой. Баламыз өсіп кеткеннен. Оны баратта үкімет алып тастайды. Неге? Себебі үй кезегіне тұратындар, мысалға, жәрдемақыны барлығын алып тастау мақсатында сондай қысқартып тастаған. Сосын біз қаншама ұсыныс хат жаздық, бірақ соның өзінде үлкен баласы студент университетті бітіргенге дейін деп қана создырды. Сол сөйтіп қана өзгеріс енгізді. Оған дейін тек 18 жасқа дейін деп қана нетілген. Яғни көптеген заңдарға өзгерістер енгіздік. Осы көп балалардың арқасында мен еңбек министрлігінде қандай заңдар бар, бағдарламалар бар. Индустрия министрлігінде денсаулық, білім. Мен тіпті жақында енді көп балалардың арқасында ауыл шаруашылығының бағдарламаларының өзінің кемшіліктерін енді байқап жатырмын. Соларға сіз қарапайым журналисттен кәдімгі қоғамдық белсендіге айналғаныңыз көрініп отыр. Сіз біз әріптес болатынбыз, сіз біздің журналистіміз болатынсыз, бүгін қоғамдық белсенді анаға айналыпсыз.
біз қуаныштымыз. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз көпбалалы отбасылар қашықтан оқуға қаншалықты дайын. Осы сұрақтарға жауап іздеп көріп едік. Өйткені біздің мінберге көпбалалы аналар өте көп хабарласады. Сосын көбінде олар бізде не жоқ деп жатыр. Техника жоқ, құралдар жоқ. Мен 3 балама бірдей компьютерді қайтып сатып алып берем, планшетті қайтып сатып алып берем. Атамекенге хабарласып едік, олар бізге жарамайсың деп айтты дейді. Осы мәселелерге қатысты қандай көпбалаларға арналған қандай бір жеңілдіктер бар, көмектер бар, сол туралы айтып бере аласыз ба? Иә, енді жаңа оқу жылына байланысты көпбалалы аналарға айтатыным 3 түрлі жеңілдік бар. Біріншісі жаңағы всеобуч деп аталады, екіншісі мектепке жол, үшіншісі жаңа компьютерлер. Жаңа мектепке жол туралы айтайын. Бұрын бізде мектептерде маған звонок жасалып кетті. Бұрын мектептерде бізде бүйтетін, балаларды тізіп қойып, кәсіпкерлер бір рюкзактар сыйлайтын еді ғой, естеріңізде ме? Соны биыл кәсіпкерлер, Атамекен кәсіпкерлер палатасы бір ізге түсірді. Яғни енді ешкімге мектептерде кәсіпкерлер бермейді. Атамекенім KZ деген сайт ашылды. Атамекен емес, Атамекенім KZ. Сол сайтқа 2 жыл болды. Әркім өз өтінім қалдыру керек. Сонда ноутбук беріледі деп жазылған. Бірақ 2 жыл болды, біздің ата-аналар жазады. Бірде-бір адамның сол жерден көмек алған, ноутбук алған көрген жоқпын. Бірақ сонда да мен өзімнің аналарыма кеңес берем. Құжаттарыңыз, 4 балаңыздың куәлігін барлығын толтырыңыздар. Бәленбай балаңыз оқушы екендігін толтырыңыздар. Кәсіпкерлер көмек беретін шығар деп ойлаймын. Бұл республикалық сайт, кез келген Қазақстан, кез келген өңірінен барып, сол жерге өтінім толтыруға болады. Бұл кәсіпкерлерден берілетін көмекті мектепке жол деп айтады. Бұл бір. Екіншіден, всеобуч деген бағдарлама бар. Бұл 2006 жылдан бастап шыққан қаулы, бірақ оны былтырға дейін ешкім білмеген қаншама қыруар миллиардтаған қаражат бөлінді. Мына маған қайта-қайта звондай берді ғой, телефонды өшіріп тастасам да WhatsApp-пен звондап жатыр. Яғни всеобучқа не істеу керек? Қазір бірінші қыркүйекке дейін бізде ақпарат жетіспегеннен кейін көп адам қалып қойып, всеобуч деген бұрынғы тегін тамақ, тегін мектеп формасы және тегін канцтовар беруге міндетті. Әр мектеп өзінің тұрмысы төмен оқушысына. Яғни не істеу керек? Оны бірінші қыркүйекке дейін әр ана өзінің үйінің отбасының табысын, яғни жалақы туралы анықтама 1 жыл міндетті түрде, әйелінің, күйеуінің, одан кейін отбасына қанша алимент кіреді, егер жалғыз бастана болса, сол справканы, егер алимент алмайтын болса, сот орындаушыдан алимент алмайды деген анықтаманы, үйде қанша адамда жәрдемақы бар, көп балалы жәрдемақы, мүгедек баланың жәрдемақысы, барлығын табыс деп есептейді біздің үкімет. Соның барлығын 1 жылдық анықтамасын алып, барады, әр балаға жеке-жеке өтініш жазады. Всеобучтың ерекшелігі, ешкім өтініш жазбаса берілмейді, өтініштің негізінде ғана беріледі. Яғни былтырлары всеобуч 30 000 теңге болатын. Құжат тапсырған баланың барлығына қаржылай 30 000 теңгеден берілген. Биыл біздің білім министрлігі, енді пандемия болатын, ол кезде білмей қалды ғой. Мынанда қаулыға өзгеріс енгізіпті. Енді қаржылай бермейді, тек қана киім түрінде беріледі. Яғни біздің Қарағанды облысында барлық қала, аудан, Қарқаралы, Бұқар Жырау, Шет, Ұлытау барлығына 25 000 теңге де бекітілді. Бұған дейін біздің Қарағанды қаласының басындағылар ғана 30 000 алды, Қарқаралы 10 000 алды, Теміртау 25 алды, Жезқазған 30, әртүрлі болған. Биыл барлығы бірізді, яғни Қазақстанның барлық қаласында всеобучтың ақшасы бірдей болды. Яғни ауылдың адамдар бұрын ештеңе алмайтын, тек қана қаланың аналары алатын бұрын. Ақшаның барлығын, игіліктің бәрін. Биылдан бастап ол бірізді. Яғни енді істеу керек? Бұл қаржылай берілмейді, 5 000 теңгеге канцтовар беріледі. Яғни канцтоварлар ол тендер арқылы уже мектептерде тұр. Яғни егер всеобучқа өтініш жазған болсаңыз, бар 5 000 теңгенің канцтоварын аласыз. Қалған 20 000 теңге тоже тендер болады, киім алып береді. Яғни 20 000 теңгенің киімін алатын кезде ата-аналар балаларының размерін береді, қандай киім қажет екен. Яғни мектеп формасы міндетті емес, қыстық киім, мысалға куртка керек, мен балама бәлен етік керек деп жазу керек. Яғни сіздер қазір өтініш әр балаға жеке-жеке жазбасаңыз, құжатыңыз дұрыс болмаса, тапсырмасаңыз, сіз бұл игілікке ерінбейсіз. Яғни всеобуч деп аталады. 4 баланың 4-өне де береді. Бір мектепке, бір үйден 4 бала берілетін болса, 4-і, бірақ бұны қаланың мұғалімдері біледі, аудандар мен ауылдардың даже мектеп директорлары білмейді. Мысалға, мен Қарағанды облысында 2 жыл болды ғой жұмыс істеп жатқанымызға. Мына тұрған, тиіп тұрған Бұқар Жыраудың
мұғалімдері мысалға 20 шақырым жердегі білмейді, яғни сіз білмейтін болса кімге тапсырады? Бұны мектепте социальный педагог деген бар, соцпедагог деген бар. Соған барасыз, бұны кім көрінген ілінбейді, яғни сіздің алиментіңіз, жалақыңыз, барлық жәрдемақыңыздың бәрін қосасыз, сосын үйіңізде неше адам бар? 6 адамға бөлесіз. Сол кезде 31.800 теңгеден аз болса, сіз ілігіп тұрсыз, даже 1 теңге, 100 теңге аз болса да, егер 31.800 теңгеден асып кетсе, сіз бұл игілікке ілінбейсіз. Мен Қазақстанда барлық көп балалардың жалақылары көп деп ойламаймын, яғни бұл игілікке көп адам ілігеді. Бұны АСП-мен шатастырады. АСП-ның есептеу шегі 19.800 теңге. Яғни бүкіл жалақыны, жәрдемақыны қосып бөлгенде адамның отбасына, ол 19.800-ден төмен болса ғана АСП, яғни АСП-ға көп адам ілікпейді, а всеобщға ілігеді. Себебі АСП 19.800, а всеобщ 31.800 теңге. Яғни 20 мың айырмашылық тұр. Яғни 6 адамнан тұратын отбасы мысалға 31-ді 6-ға көбейтсек, неше болады мысалға? 180 ба, 200 ба? 180 мыңнан аз болатын болса, отбасының табысы шамамен деп айтайық, өздеріңіз есептеңіз. Яғни сіз всеобщға ілігіп тұрсыз. Яғни әр оқушыңыз, әр балаңыз 5-5 мың теңгеден кантиста бара алады, 20 мың теңгеге сіз балаңызға киімге тапсырыс бере аласыздар. Құжат қабылдау жалғасуда, құжатты 1 қыркүйекке дейін тапсырасыздар, сосын кейін оны бюджеттер, мектептер, қалалық, аудандық, облыстық мәслихаттарға береді. Оны депутаттар қаржыны бекітеді, содан кейін барып қана ол қысқа дейін тендер жарияланады. Яғни бірден емес, ол қысқа дейін тендер жарияланады, бастысы сіздер аласыздар. Түсінікті, осы всеобщ деп аталады. Я мына жерде көп сұрақтар келіп түсіп жатыр, кейбіреулерін оқып үлгермедім. Бірақ менің түсінгенім, кейбір аудандар дейді, мысалы Сәтпаев ауданы бізге биыл всеобщ жоқ деп бермей қойды дейді. Всеобщ Қазақстан бойынша ортақ заң беріледі. Сіздердің аудандарыңыз, ауылдарыңызды мұғалімдер мен директорлар білмейді. Соны айтыңыздар, біз білім министрлігінен білдік, всеобщ биыл беріледі екен. Барлығына ортақ беріледі. Және облыста мысалға Қарағанды облысында 25 мың деп бекіті, ал егер Түркістан облысында ол 30 мың деп бекуі мүмкін. Яғни әр облыстың өзінің бюджетіне байланысты. Шығыс Қазақстанда ол 40 мың деп, мысалға Нұр-Сұлтан қаласында кеше 40 мың деп белгіленді. Былтыр естеріңізде ма? Нұр-Сұлтан қаласында екі үлкен, біз Қарағанды ақшалай алдық, Нұр-Сұлтан киім түрінде екі үлкен бутикке сертификат берді оларға 35 мыңнан, барды, бірақ бұның бір несі жері, размерлері келмейді, сосын киімі сапасыз болуы мүмкін. Содан аналар бізе ақшалай берсін деп жатады, ақшалай берсін дейді. Өйткені сол 20 мыңға бір өнемдеп баласын толық киіндіруі мүмкін. Ал егер мысалы кәсіпкерлер ұтып алатын болса, ол 20 мыңға тек бірақ куртка ғана алуы мүмкін мысалға. Көрдіңіз бе, ол деген тендермен байланысты дүние ғой, яғни бағасы да кішкене түседі деген сөз. Және размерде сәйкес келмейді. Бұған дейін киім түрінде беріліп келген, бірақ оны Қытайдың киімдерін мысалға, немесе 4 оқитын балаға 6 оқитын баланың киімі деген сияқты қолына не тигенін беріліп келген. Содан мен мысалы Қарағандылық аналарымды айтып жатады мысалға, не деп, ақшалай берсінші, биыл пандемия ғой, баламызға өзіміз үнемдей қалған не етейік деп. Бірақ анда заң ортақ, мен ойлаймын, кәсіпкерлерде жұмыс істеп ақша табу керек қой мысалға, оларда мысалға кейін бізге мысалы қарайласып демеушілік жасап жатқан, азық-түлік беріп жатқан кәсіпкерлер. Сондықтан мен киім түрінде берілсе мейлі дедім, жарайды, келістім. Себебі кәсіпкер, тым болмаса бір фабрика осыдан ақша мысалға Қарағанды облысынан бәленбай балаға 20 мыңнан бөлінетін болса, ол деген миллиондаған қаражат қой. Яғни бір заводтың адамдар содан жалақы алады деген сөз. Олардың да отбасы асырайды ғой мысалға. Мен 20 мың теңгені біз өзіміз жеп қоямыз. Сондықтан қолдаймын мен. Ол түсінікті. Мына жерде мынандай сұрақтар келіп жатыр. Бізге дейді былтыр 10 мың теңгенің ғана сертификатын берген дейді. Дұрыс айтады. Ол қанша? Былтыр дұрыс, былтыр Қарқаралыда мен сізге айтайын, всеобщ 10 мың теңгені 5-ақ балаға берген, 5-ақ оқушыға берген. Себебі неге? Өздері осына құжат қабылдайтындығын мектептер хабарламайды. Бұның бюджетке салмақ түседі ғой. Сондықтан сіздер қазір естідіңіздер ғой, қазір әркім өтініш жазса ғана беріледі. Былтыр әртүрлі болған. Біздің бір облыстың өзінде біреуінде 10 мың теңге болды, біреуінде 5-ақ мың теңге. Ауылдың адамдарына әсіресе 10 мың, 15 мың деп қана бере салады. Қаланың аналары шулайды деді, қаланың аналарының бәріне 30 мың теңгеден. Қарағанды қаласында 6 мың оқушы 30 мың теңгеден алды. Ақшалай алдық біз. Бірақ одан кейін чек тапсырдық. Чек тапсырдым, жаңа қанша киім алғандығын ата-аналар соцпедагогқа тапсырды. Яғни естеріңізде болсын.
соцпедагогқа апарып тапсырады. Бірақ бұның бір тағы кемшін жері бар. Қалалық бюджетке қарайтындар алады, ал облыстық интернаттар бар ғой, мектеп интернаттың балалары ілікпеген, қаралмаған. Көрдіңіз ба? Яғни интернатта оқитын ата-аналардың көбісінің балалары всеобществодан қағылып қалған, бұл заңда да бекітілмеген. Ал енді кәдімгі мектепке барып жүрген балалардың барлығына ілігуге міндетті, өздеріңізге байланысты. Мына жерде бағанадан бері сұрап жатыр, бәрі эфир сақтала ма деп. Эфир әрине сақталады, және бізде Мінбер KZ сайтында бұл эфирдің сілтемесі болады, соған өтіп қарауларыңызға болады. Сосын мына жерде тағы бір сұрақ қойып отыр. Сәлеметсіз бе, форманың ақшасы беріле ме дейді. Сосын АЕСП туралы көп сұрақтар болып жатыр. Біз қолымызға АЕСП аламыз, онда бізге беріле ма? Жоқ, біз алмаймыз, онда беріле ма деген. АЕСП алатындар автоматты түрде ілігет, АЕСП алады деген анықтама тапсыру керек. Бірінші кезекте всеобщқа АЕСП алатындар ілігет. Бірінші кезекте автоматты, бірақ өзіңіз өтініш жазсаңыз, сіз өтініш жазбасаңыз, сіздің мектебіңіз білмейді сіздің мұқтаж екен. Өтініштің негізінде әр балаға жеке. Ал АЕСП алмайтындар құжаттарын, яғни өзінің қаржылық қиындықта тұрған дәлелдеу керек. Мәселен, баласы 3 жастан асып кеткен аналар болады, үйде отырған. Олар бермейді. 3 жастан асқаннан кейін кез келген ана жұмыс істеу керек. 3 жасқа дейінгі аналар, балам 3 жасқа толған жоқ деп өтініш жазып, өзінің жұмыс істемейтіндігін айтуға болады. Бірақ баласы 3 жастан асып кетсе де, бір ер адамдар болады, әкесі жұмыс істемей отса, ол отбасыға да берілмейді. Себебі ер адам жұмыс істеу керек. Ер адам міндетті түрде зарплата туралы справка тапсырасын, немесе жұмыссыз деген анықтама тапсырсын. Егер осындайда бір кінәрат болатын болса, онда сізге всеобщий берілмейді. Яғни жұмыс істеу керек. Қаржыңыздың аз екендігін, табысыңыздың аз екендігін дәлелдеуіңіз керек. Ал енді АЕСП алмаймын дейді, бірақ 5 балам бар. Мен ала аламын ба? АЕСП алмайсыз, 5 балаңыз болса ала аласыз. Егер сіздің жаңағы 5 баланың пособиясы бар ғой, сосын әкесінің жалақысын, сол туралы анықтаманы тапсырсаңыз, сосын кейін жаңа өзіңіз есептесеңіз, сіздің 5 баланыкі 55 мың ғой, плюс әкесінің зарплатасын қосыңыз да үйдегі 7 адамға бөліңіз. Сосын 31.800-ден аз болып тұрса, кем болып тұрса, сіз автомат түрде всеобщқа өтесіз. Жақсы, ары қарай жалғастыра берсек, негізгі сұрақтардың несі осы АЕСП-ның болып жатыр. Компьютерге көшейік. Енді қазір компьютермен қамтамасыз ету керек жаңа оқу жылында. Былтыр білесіздер, әркім телефоннан оқыды, бірнеше бала бір телефоннан оқыған жағдай болды. Оны әкесінің телефоны, шешесінің телефоны болды. Биыл білім министрлігі әр бала компьютерден оқу керек деген заңдылық енгізді. Яғни былтырғыда қиналып әке-шешесінің телефонынан баласы жармаспайды. Бұл үшін былтыр мысалға қанша адам компьютерім жоқ деп өтініш тастады, соның негізінде бюджеттен қаржы бөлінді. Мысалға біздің Қарағанды облысында 14 мың бала компьютерім жоқ деп жазған екен. Яғни сіздер мектеп мұғалімдеріңізге компьютерім жоқ деп өтініш тастауларыңыз керек бірінші қыркүйекке дейін. Тастамасаңыздар берілмейді. Былтыр бізде Қарағанды облысында 14 мың оқушыда компьютер болмаған екен, содан биыл 45 мың компьютер сатып алынып жатыр, жаңа компьютер. Бұған дейін мектептерде бар компьютерді есептемегендер. Яғни әр балаға, бір үйде 4 бала оқыса, 4 балаға компьютер беретіндей қаражат қарастырылды. Республикалық бюджеттен 25 мың компьютер алынады. Облыстық бюджеттен 9 мың компьютер, демеушілердің есебінен 1 мың компьютер. Мәселен, Жезқазған, Сәтпаев, Ұлытау аудандарын Қазақмыс корпорациясы толық өзі компьютермен қамтамасыз етпек. Яғни не істейсіздер сіздер? Бір үйде 4 бала оқыса, енді кем дегенде 2 компьютер, мектептің портативті, немесе 2 ноутбук беріледі. Яғни 2 балаға 1 компьютерден беріледі. Ол қамтамасыз етуге қаржы бөлінді, бірақ сіздердің ол өздеріңіздің өтініш жазуларыңызға байланысты. Көбінесе мысалы ауылдық мектептерде компьютер берілмеуі мүмкін, себебі олар оқиды ғой, шағын мектептер. Қала мектептерінде бастауыш сыныптары өтініш негізінде, яғни кезекші сыныптар ретінде оқиды. Олар бармайтын балалар компьютер сұрай алады, егер мектепке баратындар компьютер сұрай алмайды. Жоғарғы сынып оқушыларына ноутбук беріледі, бастауыш сынып оқушыларына портативті компьютер беріледі, және олар жөндеу, мектептің программистері үнемі үйлеріңізге келіп жөндеп тұрады. Бұл уақытша берілетін құрал. Оқу жылы біткеннен кейін сіздер қайтарасыздар. Бұдан бөлек модемдер беріледі. Яғни көп адамдардың интернетті төлеуге жағдайы жоқ қой. Яғни ол жағдайы жоқ адамдар, менде интернет төлеуге жағдайым жоқ деп жазса, тегін интернет қосылатын модемдер мектептер беріледі. Бір ата-ана жазыпты, маған тек қана роутер беретін болды.
неге компьютерге сіздің шартыңыз толмайды деп айтты дейді. Сосын сіз жаңа мектеп интернеттер туралы айтып кеттіңіз ғой. Мектеп интернатта оқиды дейді, 3 балам. Бірақ интернатта жатпаймыз дейді. Бізге берілмейді деп жатыр, неге дейді. Бұл заңда солай қарастырылған, біз енді былтырдан бері ұсыныс айтып келе жатырмыз. Бұл просто облыстық мектептерде, облыстық мәслихаттарға, облыстық басқармалар өздері бюджет сұрамайды, себебі мысалға аз ғана бала ғой, мысалға, иә, содан кейін сұрамайды да, ал енді қаланың мектептеріне қалалық бюджеттен мәслихаттан ақша сұралады. Сол қарастырылмаған бұл мәселе негізі, егер облыстық интернаттың ата-аналары көп болатын болса, облыстық басқармаға өтініш жазуларына болады. Қаржы бөлінсін деп. Өйткені көп адам болмағандықтан қаржы қарастырылмайды, все берілмейді бұл шынымен де, иә, солай. Интернаттың оқушыларына. Сосын жаңа компьютерлерді сіз өзіңіз айтып өттіңіз ғой, қайтарамыз ба деген сұрақтар болды. Сосын бір сұрақ, менің күйеуім, жолдасым ресми жұмыс істемейді, жаңағы ресми тіркелмей жұмыс істейме, білмеймін қалай, ресми емес, неофициально істейді дейді, оны менен түсінбей тұрмын қалай. Ондай деген болмайды, ер адам болады ғой, мысалға таксист болуы мүмкін, базарда жүкші болуы мүмкін, басқа. Ондай болатын болса, тым болмаса біреудің бір ипсынан 42.500-дің болсын жалақысын аударып тұру керек, ондай деген болмайды қазір. Міндетті түрде салық төлеу керек қой, бұның барлығы. Салық төлеу керек, медсақтандыру төлеу керек. Ертең ол официально жұмыс істемейтін адамды, мысалы, биылдан бастап ауруханаларда қарамайды, ауруханаға жатқызбайды медсақтандыру аудармаған адамды. Ол аз ғана копейка ғана, мысалға, сондықтан ертең күйеуіңіз неофициально жұмыс істеймін деп ауырып қалған кезде, ол жата алмайды ауруханаға. Сондықтан міндетті түрде салық төлеу керек. Тым болмаса ең төменгі жалақы бар ғой, 42.500. 4.200 теңгесін аударып тұрсың. Яғни сіз күйеуіңіз сонда салық төлемеген есебінен балаңыздың съебышынан қағылып тұрсыз. Ертең ауруханасынан қағылады, мысалға. Сондықтан барлық заңды, өйткені сіз съебышты жұрттың жинаған табыс салығынан, жалақысынан түскен салығынан алайын деп тұрсыз ғой. Егер күйеуіңіз аудармайтын болса, сіз қалай алмақсыз кіші? Яғни берудің де, алмақтың да бермегі болу керек, менің ойымша. Бәрі заңды болу керек. Иә, дұрыс айтасыз, иә. Сондай-ақ жаңа тағы да бір сауал келіп түсті. Біз мына жаңағы форма кимейміз, бірақ сол форманың ақшасын бізге бере ма деген сауал сұрап жатыр. Яғни формаға деп, негізі формаға деп бөлінді всеобщың ақшасы, бірақ биыл білім министрлігі айтты ғой, форма сатып алмай ақ қойыңдар, әркім классикалық үлгіде қандай киім кигісі келеді, соны киюіне болады. Сол себептен ол ақшаға сіз форма алмайсыз, басқа киімді таңдайсыз, сізге қаражатты қолыңызға бермейді, не болмаса сертификат береді, сіз сол сертификатпен белгілі бір магазиннен не болмаса тігін фабрикасынан киім аласыз, өзіңіз таңдап. Немесе сізге сол өзіңіздің алған өлшеміңіз бойынша дайын киімдер тігіп береді. Қаражыны қолдай бермейді. Сертификат түрінде береді, не болмаса өзіңіз тапсырыс бересіз размерімен киімдер түріне. Мектеп формасын алмауларыңызға болады, не алуларыңызға болады. Ол өздеріңіз таңдауларыңызға беріледі. Бірақ кейбір өңірлерде форманың орнына техника сатып алып береміз деген әңгімелер айтты. Иә, сондайлар бар, бірақ кешеден бастап белгілі болды. Бұған дейін мен де сөйтіп өзім ақпарат таратқан болатын эфирінде. Тек канцтовар береміз, одан кейін не береміз деген болатын. Компьютер аламыз, қалған қаражатқа деген. Бірақ одан бастап бүгін маған кеше хабарлады, все берілетін болды. Яғни бұған дейін шынымен де сондай болған, сондай сыбыс болған, бірақ нақты шешім шығарды. Енді киімге ақша беріледі, бөлінетін болды. Бүгіннен бастап мектептеріңізге хабарласуларыңызға болады. Ләззат ханым, айтыңызшы, 2 жыл болды осы мәселемен айналысып жүргеніме дейсіз. Жалпы сіздің өңірде мәселесі көп. Көп балалы отбасылар көп па? Мәселесі көп, әрине отбасы. Көп баланың барлығында мәселе көп қой. Мәселе, мен өзім Инстаграмға енді кірдім ғой, өткен бірінші эфирімде бір отбасы туралы айттым. Шахан кентінде 7-ші баласын дүниеге әкеліп жатқан ананы центр жұмыспен қамту орталығы сотқа береді. Яғни ол атаулы АСП-ны заңсыз алған дейді. Және ол заңсыз алған дейді да 4 айлық 517 мыңды қайтарсын деп сот шешім шығарып жібереді. Оны алдын ала анаған шақырып, мысалға сізді сотқа берейін деп жатырмыз деп ескерту болу керек қой. Қол қойдыртып алып, онда ескертпеген. Ол балалар, ол ана перзентханадан шыққаннан кейін не істейді, соттар не істейді бізде? Алаяқта беріп тұрмай мемлекеттік мекеме кесіп жіберген. Сөйтсе қалай болған дейсіз? Жаңағы ананың күйеуі қоқыс жинайтын жерде жұмыс істейді екен, жалақысы 70 мың. Содан бөлек екінші жерде жаңағы от жағушы категор болып жұмыс істеген ғой, 50 мың теңге. Бірақ ана өзінің күйеуінің қоқыс жинайтын жұмысын айтқан, категордың жұмысы енді сезонный жұмыс қой, бітіп қалған, сосын айтпаған.
ол бітіп кеткен. А негізі АСП-ны артық айлардың есептейді ғой. Содан сен категоридың 50 000 теңгесін жасырдың, сен алаяқсың деп сот шешім шығарып жібереді. А негізінде ешкім атаулы көмек тапсыратын кезде өзінің қанша жалақысын айтатындығын айту міндетті емес. Жалақы туралы анықтаманы әкелуге міндетті емес. Оны еңбек министрлігі өз базадан көру керек. Екі мекемеде мемлекеттік мекеме, екеуінен де пенсионы жүріп тұр. Яғни оны өздері базадан ашып көру керек қой. Бізде еңбек министрлігінде былтыр ондай база болмаған. Оған енді халық кінәлі емес қой. Мысалға кез келген дүкенге барсаң, телефон алатын жерде кез келген кішкентай қыздар көріп тұрады, қанша пенсионныйыңды аударып тұрған. Енді еңбек министрлігінде онда қолжетімді болмаса, ана кінәлі емес қой. Яғни еңбек министрлігі базадан өз көрмеген, барып толтырған, тағайындап жіберген, сосын енді өздерінің кінәсін анаға жауып тұр. Сен жасырдың дейді. А негізі оны удостоверениемен ғана барып, тағайындайтын ғана пособие. Оны былтыр жалақы туралы анықтаманы, прописка туралы анықтаманы барлығын жинатты ғой бізде. Жинауға болмайды, бірақ құжатпен бару керек. Бізде цифрлы Қазақстанда отырмыз ғой, Құдайға шүкір. Содан жаңағы негізі екі жалақысын қосқан күннің өзінде 70 000 мен 50 000-ның 9 адамды асырауға жетпейді. Яғни ол құқы бар заңды түрде. Бірақ сосын кейін ол ана хабарласты маған. Оны мен былтыр облыс әкімдігіне апарған, былтырдан бері жақсы білем. Сосын бірінші эфирімде айттым, осындай ана бар, қайтаруға жағдайы жоқ еді. Категоридың семьясында не жағдай болады енді? Сөйтсе жаңағы ананы сот орындаушылар алтын алқасының ақшасымен баласының 1 жасқа дейінгі пособиясын ұстап отыр екен. Ақша жоқ дейді, нан жейтін. Жеті баланың анасы. Алтын алқа. Соның бүкіл жәрдемақыны алып отыр. Негізі сот орындаушылар пособияға арналған счеттың баланың ақшасын алуға құқысы жоқ. Естеріңізде болсын. Бізде жалақыға арналған карточка болады. Оны соттар, банктер ұстай алады. Ал егер баланың жәрдемақысы үшін ашылатын пособия бар ғой. Мысалға мен өзім жеке пособия ашқам. Оны ешқандай сот орындаушы кредитке ұстай алмайды. Яғни баланың пособиясына, мүгедектің пособиясына жеке карточка ашу керек. Пособияға деген, сонда ұстай алмайды. А оны ұстап отырған сот орындаушы. Сосын мен оны эфирімде айттым. Сосын өзім журналистпін ғой. Біздің журналистерге айттым. Бізде көп балалы ана бар, Айман деген, ол да журналист. Сол да жүгіріп, сюжет жасап, содан облыс әкімі Жеңіс Махмұтұлы естіді. Содан маған кеше ол ана хабарласты, не деп айтты дейсіз бе? Жаңағы сот орындаушы ұстап қалған ақшасының 90 000 теңгесін қайтарған. Сосын кейін шаһардың әкімі мені машинамен үйіме дейін апарып тастады. Маған демеуші тауып, жаңа жарты ақшамды кредитімнен өтіп кеткен ғой, сот шешім шығып кеткен, төлеу керек. Жарты ақшасын демеуші тауып төлеуге көмектесетін болды. Мен адвокатқа бәленбай мың ақша құртқанша, Ләззат ханым, сізге хабарласуым керек екен ғой. Мен соны түсіндім деді ғой мен кеше. Сөйтіп маған хабарласты. Сондай бір керемет сондай сөз естідім. Яғни қандай мәселе бар, оның барлығын айтып, сол мен шешетін болсаңыз, шешілмейтін мәселе жоқ, кез келген тығырықтан шығуға болады деп есептеймін мен. Жақсы, біз жаңағы мектеп мәселесіне қайта оралсақ, мына жерде мынандай бір сауал келіп тұр. Жаңа мектепте тегін тамақ берілетін еді ғой дейді. Қазір біз мектепке барып оқымаймыз, сол қаражатты не істейді екен, қайда жұмсайды екен дейді. Дұрыс айтасыздар, былтыр осы всеобуч дегеніміз тегін тамақ, яғни осыған өтініш жазған адамның ата-аналардың балаларына тегін тамақ беріледі, тегін киім, тегін канцта бар еді ғой. Былтыр тегін киімнің ақшасын алды да, тегін тамаққа бұл тендер ретінде кәсіпкерлер ұтып алады мектептің жанында. Яғни мектеп өзі бермейді, тендерге шығарады, кәсіпкерлер ұтып алады да мектептің асханасынан тамақ береді, не? Былтыр 3-4 тоқсанда сабақ болмағаннан кейін ол кәсіпкерлер ақшаны бюджетке аударды. Себебі ол тегін тамақтың ережесінде мектеп істеп тұрған кезде берілсін деген жазу болған. Яғни мектеп істемесе ол қаражатты бюджетке қайтарды. Биылда ол тегін тамаққа қаражат қарастырылған жоқ. Түсіндіңіздер ме? Яғни мектеп істемейтін болса, ол тегін тамаққа қаржы бөлінбейді. Өзінің ережелері бар кез келген дүниенің. Көрдіңіздер ме? Яғни ол қаражат бюджетте тұр. Қалай мектептер ашылады, солай ол бюджетті қайтадан тендер ойнатылып, кәсіпкерлер алып, ол асхананы ашатын болады. Солай. Қазір ол қаражатты басқа мақсатқа жұмсау деген не жоқ қой?
Жоқ, өзінің арна ережесі бар, арна ережесі, яғни оған мүлдем бөлінген жоқ, тегін тамаққа бөлінген жоқ. Мүмкін ол үнемделген қаражатқа компьютер алынып жатқан шығар, енді қайдан алынып жатыр дейсіз, үнемдеп жатыр ғой кез келген, мысалы, кеше рухани жаңғырудың ақшасын үнемдеп жатырмыз дейді, иә? Сол ақша қайда кетеді? Пандемияның құрал жабдығына кетіп жатыр ғой, бюджетті үнемдеп жатыр, яғни оны басқа мақсаттарға жұмсап жатыр. Ол ақшаны бөліп қойып, кәсіпкерлердің қалтасында кеткен жоқ, не болмаса ол мектептің бюджетінде жатқан жоқ, ол бюджетке қайтарылды. Ол әкімдікке қайтарылды, ол ақшалар. Жақсы, Ләззат ханым, біздің эфиріміздің уақыты аяқталып келе жатыр. Енді бізде мына ата-аналардың, әсіресе көп балалы аналардың әлеуметтік проблемасы деген нәрсе өте көп, шәкірттіктен. Әсіресе қазір пандемия кезінде көп отбасылар табысынан айырылып қалды, жұмысынан айырылып қалды. Осы кезде олардың проблемасы туындады. Соған сай тұрмыстық зомбылық, зорлық-зомбылық пайда болды деген сияқты. Біз осы мәселені тағы бір эфир жасап, сізбен келесі жолы талқыласақ деп отырмыз. Бұл жолы келіп, мектепке дайындалып жатқан ата-аналарға берген кеңесіңіз үшін көптен көп рахмет. Сізге, істеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет аға, сұрақ қойғандарыңызға бәріне рахмет аға, аман болыңыздар.